депозитімізді көтеріп жалғастыратын боламыз. Бүгін сенбі, выходной күн болса да, ақыры енді бастаған целіме аяғына дейін жетуге мұршат бергім келіп отыр. Біз $100 бастадық, өздерің білетіндей. Енді біздің мақсатымыз $1000. Біз оған әлі жеткен жоқпыз. Соған енді қазір жетудің амалын жасайтын боламыз. Өздерің көріп тұрғанда, мынау сделкалардың тізіміне қараңдар. Бізде соңғы сделкамыз $339 ашылған. И ол бізде $651 алып келді. $651 жазып қойдым, енді кірісетін боламыз нахуй. Қарайық, көрейік, 1 минуттық таймфрейм бізде. Бірақ сделка ашу керек, чтобы жақсы не қылу үшін. Керемет ситуацияны табайық. Қарадар, осылай іздейсіңдер міне. Әртүрлі валютный параларға кіресіңдер да, міне. Қарайсыңдар, қай жақта не болып жатыр. На первый взгляд қалай да. Вот, мынандай мысалы ситуациялар әдемі міне. Бізде имбаланс бар, имбалансқа қарай баға келген. Сол жерден төмен кетіп қалған, ликвидность қалып кеткен, астыңғы жақта ликвидностьқа шешті, келесі сәл бізде мына жақтағы ликвидность, мына жақтағы біздің RP деп сделка ашесіңдер болады. Пока сделка ашпай тұрып күтесіңдер да, чтобы конкретно сделка ашу үшін сендерде мынау таймер бар ғой, соны қосып қою керексіңдер. Мына жақта включить таймер деп тұр. Осыны қосып қоятын болсаңдар, сендер көресіңдер қай уақытта біздің свечамыз жабылатынын, и потом келесі свеча қай уақытта ашылатынын, да? Осы таймер біткеннен кейін бізде келесі свеча ашылады, сол кезде сделка ашып жібересіңдер, и сендерде барлығы будет мама мия. Қарайық. Дайындаламыз. Төменге қарай кеп ликвидностьны шешін яқтағы. И мен жоғарыда башыма болады. Мынау жасыл свеча төменге қарай құлау керек, блядь. Қарасай! И төменге қарай... Блядь, құршы баласы. Хорошо. Келесі ситуация күтіп, тағы да 1 минут уақытымызды өлтіре салайық. Просто әдем ситуация шыққан жоқ енді. Мен не істеймін енді? Рисковать еткім келмейді мен, бля. $651-ды. Осыншама бір апта тернектенген еңбегімді, әшейін бір тупая сделка үшін рисковать еткім келмейді. Мен басым істейді да, просто кіргеннен кейін достойный ситуацияға кіру керек, блядь. Сендердің разницаларың солда, короче. Код ситуацияға кіресіңдер де минус тап қаласыңдар, короче. Жоғары ашқым келіп отыр. Сделка мынау таймер біткен кезде ашылады. Все, аштым. Ал енді кеттік. 1 минутқа ашылды. Бүкіл біздің ақшамыздың барлығын ашылды. $651-ға тірнектеп, еңбектеніп тапқан ақшамыздың барлығын ашылды сделкамыз. Енді көретін боламыз. 49 секунд қалды. Конечно, не істейсің бұл жерде қорқасың шеше. Қанша біледі уақыт бір апта еңбектеніп, сонша видео істеп, сонша разгон видеосын істеп, еңбектеніп, тініктеніп, разгон істегеннен кейін оны қайттан жоғалтуға вообще не жоқ, желание жоқ. Сондықтан да, короче, четкая ситуация таптым. Кстати, бүгін вывод істейтін боламыз. Мен ақшасыз отырмын. Алдында крупный вывод, конечно, өзінің орнын тапты. Отырған ақша орнын табады дейді. Ой, блядь, біреудің ақшасын санамасаңдаршы, просто вывод істеймін болды. Короче, тапқан таза пайдамды шығарып алатын боламын да. И қайтарам біз разгон немізді бастасақ болады. Или қазір көреміз, короче, ол жағын ақылдасамыз ғой, короче. 11 секундтай қалды. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Өте тамаша, өте тамаша. Керемет. Айтадым ғой, адамның қолынан келмейтін ештеңке жоқ. Егер қаласандар, кез келген тауды бағындырып, кез келген шыңды бағындырып, кез келген жерде, то есть кез келген нәрсені істеуге болады. Подходын табатын болсаң ше. $100 өздерің көріп тұрғандай $1350 жасадық. Таза пайда. Даже если қазір мынау біздің $651 минус болғанда бізде $100 қайттан қалады деді. Бля деп қайттан $100 бастайтын едім, бірақ шүкір ондай болған жоқ. Но все уже бірақ көріп тұрғандарында 100 ғана доллардан, 50 теңгеден $1350 істедік. $1000 500 теңге. $1350 теңге. 637 мың теңге істедік 50 мың теңгеден. 50 мың теңгеден 637 мың теңге істедік, көріп тұрғандарындай таза пайда. Өте керемет результат. Енді осы бастамасы $1000 болады ғой. Енді осы $1000-ды, қазір $1000-ға дейін шығарып алып, короче, қалған ақшасын $1000-дың өзін 10 мыңға дейін көтерсем ба деп жатырмын, короче. Давайте сөйтейік. Зато көресіңдер де қалай ақша табылатын бұл жерде. Так, 350-де $25 шығарып алатын боламыз. Көріп тұрғандарында бір аптаның көлемінде
көтеріп тастадық қой $100-дан 50 мыңнан 600 мың тауып тастадық, короче. Так, 350 25 көріп тұрғандар да бізден міне заявка кетті. Енді осыны күтетін боламыз, короче. Так, көріп тұрғандарындай армандар орындалады, мақсатын айқын болса, да? Осы қалыптан таймаймыз, жалғастыра беретін боламыз. Хорошо. Енді бір-екі рет минустарда ұстап қалдық. Осы разгонның барысында, конечно, ол обидно болды, енді оны мойындау керек. Но главное, біз берілмей алды қарай қозғалдық, соның арқасында өзіміздің дегенімізге жеттік. И байқасаңдар, без риска кәдімгі торговля істедік. Да? Өте жақсы, өте тамаша. Комментарийға өздерінің разгон жайлы ойларын жазып кетіңдер. И жалпы не ойлайсыңдар деген секілді. Қазірге енді нені статистикаларды жайлы ойларымды өзімнің күнделігіме жазатын болам. Сендер менің күнделігімде әлі жоқ болсаңдар, тіркеліп қойсаңдар болады сол трейдердің күнделік каналына. Ссылкасы комментарийде және де описаниеде. Сау болыңдар.